Армысыздар, құрметті оқырмандар, қайырлы күн. Мінекей өздеріңізге белгілі шығар, кеше ғана тұрғындар облыста қант жоқ деп дүрліккен болатын. Мінекей бүгін мен қазір қант қоймасына келдім. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, мына қоймада 1000 тоннадай қант сақтаулы тұр, яғни 3 айлық қоры бар дейді мамандар. Және де әлеуметтік дүкендерде қант бағасы 250 теңгеден сатылуда. Өздеріңіз көргенде қорды көріп келдіңіздер, складтан жіберіліп жатыр. Складтан қазір келіп бізге мәліметтік дүкендерге түсіп жатыр. Бұл жақта фасовкасын жасап жатыр. Бұл жақта қаппен ғой, енді фасовка жасайды. Фасовкамен нарыға полкаларға ілінеді. Онымыз бар еді, қазір полкада құмшекер жоқ, құмшекер фасовкасын жасап жатыр. Қанша теңгеден саудаланып жатыр? 220 теңгеден саудаланып жатыр. Сол бағада қалады ғой? Сол бағада қалады. Қанша теңгеден алдыңыз? 220-дан алып тұрамыз, Аллаға шүкір. Сүттерін, қаймақ, творогтары арзан. Қазір біз әлеуметтік дүкеннен шығып, Скиф дүкеніне келдік. Мұнда қант бағасы 350 теңгеден саудаланып жатыр. Яғни бұл жақта бағана келеден шектеу жоқ. 5 кило аласыз ба, 10 кило аласыз ба, оған шектеу жоқ. Яғни ал әлеуметтік дүкенге баратын болсаңыз, адам басына шақтап береді.